Сәлем достар, Оян таң хабарына бұл жолы қашықтан сұхбат беретін франциялық Cycle4 Water велокомандасы байланысты. Судың тапшылығына, оның ластауына қатысты қоршаған ортаға зиянсыз әрі үнемді пайдалану жолы жайлы үгіт-насихат жасап, сонау Жаңа Зеландиядан Францияға дейін сапарға шыққан 4 мықтымен қазір сөйлеспекпіз. Bonjour, cycling so. Сәлем. Осыншама қашықтықты басып өту бір қарағанда мүмкін емес дей көрінеді екен. Оңай болмаған шығар. Серігіміз шыдамдылық болды. Кейде велосипед үстінде уақыт өтпей қоятындай әсерде боласыз. Алғашында мүмкін еместей болып көрінгенімен, әр шақырым сайын сенімділігіңіз артып, сапарымыздың бел ортасынан астық. Қызық әрі қиын дүние деп сол әр шақырым сайын, әр шекарадан өткен сайын бейімделу қажеттілігін айтар едім. Бұл өзгеше ауа райынан бөлек, өзгеше мәдениетке, өмір салтына да бейімделуді қамтыды. Әр таң жаңа қызықтан, жаңа мүмкіндіктен хабар беріп тұрды. And could you please tell us more about your experience? Енді Қазақстанда бастан кешкендеріңізді білгім келіп отыр. Біздің жұрт қалай қарсы алды? So we started in Kazakhstan in Almaty. Қазақстандағы сапарымыз Алматыда басталды. Сол бір аптаның ішінде су тақырыбында мектептерде дәріс бердік. Сосын Шымкентке ат басын бұрдық. Қазақстан бізді жылы қабылдады. Сондай мейірімді әрі қонақжай екен. Алатау бөктеріне де бардық. Велосипедті сәл қоя тұрып, жаяу тауға да шықтық. Тұмса табиғатқа тамсандық. Одан әрі Ақтауда болдық. Төртеумізде теңіз жағасындағы өңірде туып өскендіктен, құрлықпен сапарлап келе жатып, Каспийге жеткенде өзіміздің үйде болғандай жақсы әсерге бөлендік. Толқынға қарап сағынышымызды бастық. Бірақ бір кезде Маңғыстау жақта күн күрт суып, жел астына қалып қатты тоңып қалдық. Жол үстінде шатырда қонамыз деп 0 градус суықта әрең ұйықтағанымыз бар. Сол кезде бізді қазақтар үйлеріне шақырып, жылы жерде қонып шығуымызға, ыстық тамақ ішуімізге сеп болды. Солай қонақ болып отырғанда Қазақстан мен Франция арасындағы мәдени байланыстың да біраз терең екенін аңғардық. Қазақтар французша біраз сөз біледі екен. Француз әндері мен фильмдері, өнерпаздары мен тарихы жайлы хабардар екен. Мен ондайды күтпеп едім. Естіп біліп қуанып қалдық. Қарапайым адамдар осыны үлкен мәселелердің шешілуіне қалай әсер ете алады? Қалай көмектесе аламыз? This problem and find the solution. Пайдалы әрі өзекті ақпараттың қолжетімді болғаны маңызды. Су бізге не үшін керек дегенде тек ішу үшін деген жауап естіп жатамыз. Бірақ судың тонналап қолданылатын жерлері көп. Энергетика, өндіріс, медицина болсын, барлығының негізгі қозғаушы күші сол. Кейде қақтығыстар мен түсініспеушіліктерге де су себеп болады. Және адамдар судың тым көп ысырап болатын салаларынан да хабардар болса деймін. Тым көп ет жеу, тым көп киім сатып алу суды шамадан тыс қолданады. Мысалы, біз жақында болғанда Үндістанда су тапшылығы мәселесі өзекті екен. Ол жақта құрылыс саласына тым көп су жұмсалып жатыр. Егер өз өміріңізде күнделікті тұрмыста қандай мөлшерде су тұтынып жатқаныңызды білгіңіз келсе, Water Footprint сайтын қолдансаңыз болады. Екі түрлі өлшеу тәсілмен, мысалы, күнде қанша грамм ет жейтініңізге қарай, ауыл шаруашылығы саласындағы қызметтер арқылы қанша литр су тұтынғаныңызды есептеп береді. What would you like to say? Қазақстандық көрерменге айтарларыңыз бар ма? Your message to us. One of the message we want to share is that Уильям досым айтқандай, әрбір адам өз өңірінде, өз шаңырағында жақсы бастамаларға арқау бола алады. Суды пайдалану мен үнемдеу бойынша дұрыс ақпаратты білсеңіз, қасыңыздағы жандарға айта жүргеніңіз абзал. Біріне болмаса да екіншісіне әсер етіп, су мәселесіне бейжай қарамайтындардың саны артады. Барынша хабардар болған сайын оқулықтың орны тезірек толады деп ойлаймын. Менің бір қосарым, жастар мен аға буынның арасындағы бостықтың орнын барынша тезірек толтырып, буындар арасында түсіністік орнату керек. Қолдау мен сенім болу керек. 10 айдан астам сапарымызда біз барған елдерде соның қажеттілігін аңғардық. Жастарда мықты идеялар мен бастамалар көп. Аға буындағы азаматтар сол идеяларға қолдау танытып жіберсе деймін. Ерім деген ел болмаса, елім деген ер бола ма? Сол жас мықтыларда кейін өсіп тәжірибе жинап, аға буынға айналғанда кейінгі ұрпақпен сабақтасып, өркениеттің ары қарай дамуына септігін тигізетін сияқты. Жастардың есеюін күтейін десек, мәселелер ушығып барады. Сондықтан екі жақты сенімге негізделген қарым-қатынас орнаса жақсы болар еді. Thank you so much. Сұхбат үшін көп рахмет, сапарларыңызға сәттілік тілеймін. And good luck. Thank you.